Ассаламағалейкум. Мінекей бүгін 20 тамыз 2025 жыл. Біз қазір Қостанай облысының Рудный қаласына келгенбіз. Таңғы сағат 7. Өзіңіз таныстырып жіберсеңіз. Менің атым Таңатар Гүлманов боламын, Сейдалыұлы. Рудный қаласының тұрғынымын. Таңатарға жаңа не үшін шақырғаныңыз, қандай сұрақ еді сізде? Біздің көші-қон бойынша мысалы 23 жылы біздің Рудный қаласына 936 адам келген. Оңтүстіктен ба? Оңтүстікпен және қандастар келген. Солардың ішінде бір 100-ге жуығы ғана квота алды, басқалары ала алмай қалды. Неге? Енді неге екенін ол жоғарғы жақтан бізге шектеулер қойылған деді. Сол жөнінде болса керек деп ойлаймын. Неге шектеулер қойылды? Оңтүстіктен солтүстікке көшіру саясаты алып барылған жағдайды бұл жерде қалай неғып отырғанын түсінбей қалып отырмыз. Таңатарға, Қостанай облысында ішкі миграцияның өзімен ақ болсын, шетелге емес. Адамдар кетіп атқан көп қой. Мен өткен жылда облыс әкімдеріңізге сұрақ қойғам. Жылдың соңында бұлар отчет тапсырады. Сол кезде сұрақ қойған тұғым. Неге сенде жаңағы миграция бойынша халықтың өсімі азайып жатыр? Өйткені кетіп жатыр шетке. Неге кетіп жатыр деп. Соның орнын енді қазір мынау оңтүстіктен шақырып толтырудың орнына соның 10% қанағаттандырып, 90% әуре қалдырып жатыр ма сонда? Иә. Неге деп ойлайсыз өзіңіз? Неге екенін білмей жатқаным ғой. Бұл жерде бір үлкен саясат бар сияқты, білмеймін не үшін. Бұл қасақана әдейі қоғамда теріс резонанс тудыру үшін істеп жатқан жоқ па? Солай болып тұрау деп ойлаймын. Иә. Қалай қарайсыз? Мына көші-қон саясатында сіздердің облыстық биліктеріңіз, Қостанай облысының билігі, президенттің осы саясатына қарсы саясат жүргізіп жатқан жоқ па? Әрекетімен или әрекетсіздігімен? Әрекетсіздігімен жүргізіп жатыр деп ойлаймын. Неге дегенде, мысалы қандастарымыз жаңағы оңтүстіктен солтүстікке көші-қон бойынша мәселесі соны жақсы көтерілмей жатыр. Мысалы біздерге жаңағы өзге ұлт өкілдерінің көшіп кетуіне байланысты келіп жатқан адамдардың орнына біздің оңтүстіктен келген қандастарымызды орналастырудың орнына, квота бөлудің орнына мысалы 24 жылға дейді, 24-25 жылға 60 адамға. Сонда 60 адамға болғанда қандай болғаны? Сонда 10 семья болғаны ма? Бізде қазақ халқының өсіп-өнуіне байланысты әр жанұяда ең кем дегенде 6 адамнан болғанда 10 семьяға болғаны болып тұрған сияқты ғой. Осы жөнінде бір мәселелерді көтерсек деген біз облыс әкімінің алдында көтерген едік бұл мәселені. Бірақ ол кісі бізге республика жағынан бөлінген деп айтты. Жарайды, оны біз біліп берейік. Неге олай болған? Неге жаңағы 1000 шақты адам ғой енді келгені? 1000 шақты адам келеді, 100 шақтысына ғана сен көмектесесің да, 900 адам неге өйтіп қалады? Әлге шейін қандастықтарды ала алмай жүрген біздің көшіп келген, шетелден көшіп келген қазақтарымыз әлге шейін документтерін, құжаттарын не ала алмай жүр, өңдестіре алмай жүр. Неге олар дәуресаттан қызалады сөйтіп? Өзі де қиналып келген адам. Өзі де қиналып келген адамдар, өз күштерімен көшіп келіп жатқан. Мысалы үйлер алуға, басқа не алуға көмек беру жағы қиындап болып тұр осы Рудный қаласында. Неге екенін тағы да түсінбей жатыр. Жарайды, облыс әкімі Ақсақаловтан біз талап етеміз, Құмардан. Аты да қызық өзі, Құмар. Неге олай қыласыздар? Біздің қандастарымыз неге қинайсыздар? Таңатар ағамыздың айтып жатқандай, ондай әуре сасанға салғандарыңыз, мен ойлаймын, біздің президентіміздің жүргізіп жатқан саясатына қарсы саясат болып қалады. Сондықтан мына саясаттарыңызды реттемесеңіздер, онда үлкен сынға тап боласыздар. Бәрібір 1000 Kia аш, 100 Kia завод аш, жаңа кеше қайта қайтанып қоймайды. Бір 127 миллиардқа Kia завод ашқан екен. Мен айтамын, бізде теплица ашты бір түрік келіп. Ол 320 миллиардқа ашып жатыр теплица. Сен 120-ға бір Kia ашқан екенсің, қоймайсың азаннан кешке дейін мақтанып деймін да. Дұрыс, құтты болсын ашқаның. Бірақ басқа сұрақтарды тастамау керек қой. Бір мен завод аштым екен деп басқа әлеуметтік сұрақтың бәрін лақтыра салуға болмайды. Қандастардың сұрағы бәрін бірде алып бару керек. Әкім деген сондай, бәрін бірге алып барамасаң, істемей ақ қой. Біз мына осы мәселені, мысалы қандастарды және де оңтүстіктен солтүстікке көшкен мәселені облыс әкімінің алдына қойғанымызда ол кісі немқұрайлы жауап беріп еді. Өйткені сондай адамдар өздері қайтеседі. Қазір біз оларды мәжбүрлейміз істеуіне. Бола ма? Болады. Істемесе талап етіп осы жабысып аламыз. Қандастарымыздың құжаттарын реттестіруге көмектесетін бір бөлім болса екен осы жерде. Әркімнің талан-таражына түсіп жатқанша солар үшін бір жағдай жаратылса деген ниетті айтып отырғаным ғой. Қиналып келген адамдар өздеріңіз білесіздер қандай жағдайда болатын.
Таңатар аға, негізі сонда мен сізде мынадай сұрақ қойсам болады ма? Ауыр сұрақты жауап бермесеңіз де болады, бірақ сұрақ. Қазір айтып жатқаныңызға қараған кезде, мынау Қостанай облысының әкімшілігі оңтүстіктен келгендерге деген бір өзінің шовинистік көзқарасы бар ма не? Соларды кемсітетін, жақтырмайтын. Солай болып тұр ғой. Яғни бұл сондай жаңағы жік көрінішті соларға деген арнайы саясаты болғандықтан, әдейі оларға жағдай да жасамайды, жұмысын да істетпейді. Соларға деген бір несі бар ма? Өздерінің жаңа шовинистік көзқарасы. Шовинистік көзқарасы бар деп ойлаймын. Болмаса ол жағдай жаратылу керек. Ол оңтүстіктен келді ма, ол қандас па, қазағым ғой. Әрбір қазақ жалғызым деп қызмет ету керек қой елге. Жарайды, онда біз бұны өкіметтен талап етеміз. Егер облыс әкімшілігінің жүргізіп жатқан саясаты тұрғындарда осындай ой тудыратын болса, онда ол облыс әкімін сен зам қылды, сөйтінде анау Кия заводын сала берсін. Ал облыс әкімі ретінде бүкіл саясатты дұрыс алып баратын адам болсын деп айтсақ бола ма? Болады. Рахмет. Осыны талап етіп өкіметтен сіздерге өтініш, қандастарымыздың қиналмасын, жаңағы оңтүстіктен келген жігіттер қиналмасын, жұмысқа орналастырып барлығын. Біздерде мысалы қандастар мына Өзбекстаннан келіп жатқан Набай облысынан горный комбинат дейді ғой. Мамандар келіп жатыр ғой. Сол мамандарды біз өзімізге алып істетсек, ең үлкен жеңісіміз болады ғой, жеңісіміз. Ондай горный комбинаттан келіп жатқан болса, мамандар не қылады бұл жаққа келіп көмектеспейтін болса? Неге бармай ма? Горно-рудный жұмыстар жаңағы өскеменде де жетіп жатыр. Олар айтып жатыр былай, үстінен қосам, жаңа мен сізге айттым ғой, келгенің үшін маман дейді. Керек мамандардың спискісін көреді. Егер сол маманның ішінде жаңағы горно-рудныйға, жаңағы тау кенге келетін инженерлер болса, оларға миллион теңгеге дейін айлығын көтеретін бағдарламалары бар екен. 9 миллионнан маманға беретін ақшасы бар екен. Тағы да үй алса, үйдің 50%-не дейін көтеретін жаңа 4,5 миллионға дейін ақшасы бар екен. Олар туыр ғой. Бізде де мысалы Рудный қаласында основной промышленный аудан дейді ғой. Соның үшін осы жерлерге келіп жатыр ғой. Бізде олар ойлайды, бізде мына Өзбекстаннан келіп жатқан мамандардың көбісі саудагерлікпен айналысып жатыр деп. Негізін алған ақта біздің 90% келген мамандарымыз осы тау-кен байыту несі саласы бойынша, темір несі саласы бойынша келіп жатқан мамандарымыз ғой. Соларды бір жақсы пайдаланып, өзіміздің экономикамызды көтеруге жұмылдырса ғой, ең күшті болар еді. Таңатар аға, ол жаңағы саудагер деп айтқан әкім бар ма? Әкімшіліктегі істейтін шенеуніктер, олар таза сорлар, олар. Мен мал деп айтсам да болады, үйтіп айтуға болмайды. Мені келешек сіз көріңіздер, біздің интервьюіміз бар. Анау не бар емес па? Қатон Қарағайдың әкіміне өзі айтып жатыр. Мен бұрын не еді, анау Алтай деген қала болды ғой, сол жерде қазір бұрынғы атын ұмытып тұрмын қазір. Ол да Рудный сияқты еді. Жарайды. Сол қалада әкім болдым дейді, орынбасар дедім, әкім болдым деді. Сол кезде жаңағы оңтүстіктің жігіттері келе бастады дейді. Қалай оңтүстіктегілер келіп сол жерге орналасты дейді. Біздің жаңағы қаланың өмірінде өзгерістер пайда болды. Қандай білесіз бе? Айтады, бұрын оңтүстіктен келетін жеміс жидек өсімдіктер бар емес пе? Кеш келетін бізге дейді. Қалай оңтүстіктегілер келді? Уақытылы келе бастады дейді. Өйткені оңтүстіктен келген жігіттер өзі жаңағы жеміс жидек, көкөніс жемесе болмайды ғой. Аналар тек қана ет жей берсе керек та, жаңағы торай-морайдың еттерін. Мыналар келгеннен кейін артынан аналар да шапшаң келетін болды. Өйткені тұтынушылар пайда болды. Тұтынушылардың арқасынан келеді. Соның арқасында дейді, жан-жақтан келгенге қуанып отыр. Яғни шығыстағы әкімдердің саясаты дұрыс екен да. Мына жақтағылар қарағанда, егер бұлар соған басы жетпесе, оңтүстіктен неғұрлым адам келсе, оңтүстіктегілердің жейтін тағам өнімдері көкөніс болады көбісі. Солар арқасынан жетіп келе береді. Бұрын саған мұны жерге кеш келетін болса, қазір уақытылы келетін болады. Қуанбай ма қайта? Қуану керек қой, оңтүстікте еңбеккеш халық қой. Жоқ, солтүстіктің де халығы еңбеккеш, бәрі жақсы. Мен айтып жатқаным жаңағы өзгерістер жақсы болады деймін да. Одан қорықпау керек. Енді бірақ қайтамыз, билікте сондайлар бар. Президентіміздің өзі айтып жатқан жоқ па? Жұмыс істесе істемейтін әрекетсіз шенеуніктер бар дейді. Ақырындап көттерден теуіп тұрып істетіп жібереміз істемегенде. Қайтамыз енді. Басқа амал жоқ қой Таңатар. Ақырындап. Осымен аяқтасақ бола ма? Болады. Рахмет Таңатар аға. Рахмет, сау саламат болыңыздар. Жеткізді өкіметімізге. Жеткіземіз, обязательно жетеді. Жетпей қоймайды. Қазір қандай ауыр сөздер сөйленді, енді осыдан жетпесе. Міне қараңыз, мен Құмар Ақсақаловтың жеке басына ешқандай сыным жоқ. Молодец, жақсы. Бірақ жүргізіп жатқан саясатын біз қатты сынаймыз. Өйткені жалғыз Құмарды айтып жатып, бүкіл Қазақстандағы басқа әкімдерді айтам. Қазір сондай болып кетті көбісі. Президент маған инвестор тарт деді деп. Инвестор тарт деп, жалғыз инвестормен айналысып басқа сұрақ тастап кетуге болмайды. Әлеуметтік сұрақ тартып әкелуің керек. Өйткені қоғамның негізгі сұрағы әлеуметтік. Ал сенің шақырып аштырып жатқан заводыңдағы жұмыс орын, 100-ақ жұмыс орын. Кейде бір кәсіпкер ашады, бір кішкентай базарды, мыңдаған жұмыс орны ашылып кетеді. Ал сен 100-ақ орынға бола сонша міндет қылып, басқалардың бәрін жұмысын тастап кететін болсаң, өйтіп әкім болып істемей ақ қой. Ондай саясат бізге дұрыс келмейді. Қажеті жоқ. Сен істемесең,
жаңа болмайды дейтін шенеуніктер көп. Сен істемесең сенің орнына келіп басқа біреу істейтін адамдар жетеді. Қолыңнан келмесе жаңағы мынандай болмайды, анандай болмайды дегеннен гөрі орнынан кете сал. Сенсіз де Қазақстанның күні өтеді. Сау саламат болыңыздар, сіздермен болған Бақытжан Көпбаев.